Жастар орталығы қабырғасында Қарағанды индустриялық университетінің түлектерінің дәстүрлі ректорлық балы өтті. Биылғы мерекелік кеш көктем мен гүлдер атмосферасында безендірілді. Много лет назад. Осыдан көп жыл бұрын біз алғаш рет Вена балын ұйымдастырған болатынбыз. Одан кейін 2 жыл бұрын оны жаңа әуенмен қайта өткіздік. Онда Қалдаяқованың, Штраустың, Агинскийдің шығармалары шырқалды. Өткен жылы біз толықтай Венеция фестивалі стилінде бетперделермен Венеция балын өткізсек, биыл аруларымыздың өтініші бойынша гүлдер балын ұйымдастырып отырмыз. Түлектерді құттықтап, университеттің игі дәстүріне қолдау көрсетуге қаланың құрметті қонақтары келді. Олар жас мамандарға ақ жол тілеп, жылы лебіздерін білдірді. Сегодня просто хочется сказать вам, не бойтесь начинать. Главное быть открытыми, не останавливаться, сохранять интерес к жизни и к своему делу. Большие слова благодарности каждому из вас. Хочется, чтобы в первую очередь вы были счастливы. Если вы 11 класс заканчиваете, мы вам желаем выбрать профессию, пройти свой путь. Сегодня вы сделали еще один шаг во взрослую жизнь. Түлектердің өздері үшін бұл кеш 4 жылдық оқудың қорытындысы. Дәрістер, сессиялар мен дипломдық жұмыстарды қорғау артта қалды. Қазір кешегі студенттер оқу жылының қалай басталғаны туралы естеліктерімен бөлісіп, мұнда университеттегі шараларды өткізудің маңыздылығын атап өтуде. Университетіміздің бұл іс-шараны қайта ұйымдастырып жатқаны өте қуанышты. Өйткені барлық студенттер үшін, әсіресе осы алтын ұядан ұшқалы жатқандар үшін бұл өте ерекше күн болады. Бұл оқу жылы шынымен де тез өтіп кетті. Біздің жаңа ғана келген бірінші курсымыз әлі көз алдымда. Қарағанды индустриялық университетінің ректорлық балы жыл сайын барлық факультет түлектерінің басын қосып, оларды үлкен өмірге аттандырады. Алда жас дипломды мамандарды кәсіби еңбек жолы күтіп тұр.